Аман есенсіздер ме, қымбатты қазақ елі, қымбатты менің көрермендерім. Бүгінгі күні дәл осындай компоттың рецебін көрсетейін деп жатырмын. Оған керекті өнімдер міне столдың үстінде тұрған. Қазір бірінші алманы тазалаудан бастаймын. Міне үлкендерін, кішілеулерін онша көп кеспейміз. Осылай ассар түйіп жабайын деп жатырмын. Бұрында жапқанмын, бірақ сондай керемет дәмді болған енді. Міне менің көрермендерім, міне алманы тазалап болдым. Міне ішіндегі дәнін, өзегін алып тастадым. Енді бисмилля деп бастайын. Мен мұны ассорти дейді ғой, араластырып. Мынау базардың абрикосы шыдамай, кеше алсам да шыдамай барады. Бисмилля. Өте нәзік, көп жұмсарып кетіпті, бірақ өте тәтті екен. Бұл вишнядан да санаулы ғана тал-тал салуға болады. Мята жалбыздан шақтал жапырақ салайын деп тұрмын. Міне қымбатты көрермендер, мен барлық өнімдерді салып, дайындап қойдым. Ендігі кезек жабуға келді. Қантымды салам. Міне мынау 200 грамдай болады. 180-200 грамм жетеді. 2 литрлік банкіге. Бисмилля деп жабуды бастайын. Ақалай, мақалай, жақсы сақталай деп қояйын. Қымбатты көрермендер, міне осымен қыстық компотым жауып болдым. Егер де менің компотым ұнап жатса, қымбатты менің көрермендерім, осылай етіп жасап көріп, маған пікірлеріңізді жазып жіберіңіздер. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңдар.